Вабанк кетіп жатыр. Тура осы кезеңде, екі арада кезеңде қазір Тоқаев билікті қолына алып алатын болса, жақсы бір реформалар жасайтын болса, оған енді бұл жерде дестабилизация жасай алмай қалатын білгендіктен де арнайы түрде елді желіктіріп, ақымақтар, кейбір ақшағұмар, я болмаса қоғам алдында жауапкершілігі жоқ адамдарға әрқайсысына 10 мың доллар береміз, шығыңдар. 4 аяғынан 4 полиция көтеріп әкетіп барса, оған 500 мың теңге. Полициямен жағасын алып атсаң 350 мың теңге, мынандай суретін жіберсең кедей кошелегіңе 200 мың теңге. Осының бәрін таксысын қойып тастап, бізден Қазақстаннан ұрлаған ақшасын Қазақстанның қасіретіне жұмсап атқан адамның сөзіне сенген адамда ақыл бар мағайын. Қай ел ереуілмен, қай ел мынадай революциямен арманына жетіпті. Тура Ленин баяғыда айтқан, бүкіл байлығын тартып аламын да сендерге таратып беремін деген нанып, аяғы үлкен жаңағы репрессияларға ұшыраған, қандай халық жер бетінен жойылып кете жаздаған, артынша Ленин бастаған дүниенің арты қандай тоталитарлық масқара жүйеге алып келгенін білесіздер ғой. Білесіздер, соның бәрі жаңағы Павел Олегович айтқан сияқты саяси технологиялармен іске асады. Я айтып отқан сөздер тыңдасаңыздар, кәдімгі жүрегім тербейді. Айтып отқан сөздердің бәрі рас сияқты. Айналайын, бірақ сіз 30 жылда идеал мемлекет құра алмайсыз. Бізде ғасыр тарихы 2-3 ғасырға созылған